Сәлем достар. Осындай керемет тағамды бүгін сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Өте тамаша, дәмді тағам. Қараңыздар. Өзі тез арада піседі. Жалқауларға арналған тағам, негізі өте дәмді. Міне сіздерге бұл тағамға не керек екенін міне көрсете кетейін. Міне бәрін. Ал енді кеттік сіздермен бірге жасауға. Май құйдық. Енді міне мынау сәбізі қуырылды. Енді қызанақты саламыз. Помидорды қызанақты салып әбден. Міне мынау әбден болгарлардың да болгарскалардың да бәрін қуырып алдық. Енді кішкене бір кеседей су құямыз. Bir kesidей su құямыз. Қайнап жатыр. Енді бұған сельдерейіміз салып жіберейік. Onun üstüne bunu звездочкамızı salışlarız. Bağlam гнездочкамızı yine aldık. Dayın bağlam yemizde bağlam. Onun üstüne farşlarımızı koyup шығамыз осы гнездочкамыздың üstüne. Farşımız da dayın. Osunu koyup шығамыз bir bölü. Koyup şıktık. Енді жаяу отын төмендетеміз. Сосын оның үстіне жабамыз. Bir мына жарты сағат 20 минутқа жауып қоямыз. Oldu. Biz üstüne sırın salып шығамыз. Sırın salып шығамыз бәрін.